Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Қызыл қағаз YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі бейнероликте көретіндеріңіз әлемнің топ клубы Реал Мадрид жайлы қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Бейнеролик басталмастан бұрын арнаға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Бұл біз үшін өте маңызды. Ендеше көп созбай бастайық. Реал Мадрид 1902 жылы 6 наурызда құрылды. Бұл Еуропадағы ең көне және ең беделді футбол клубтарының бірі. Клубтың негізін қалағандар жергілікті футболға әуес ағайынды Хуан Падрос және Карлос Падрос. Олар ағылшындар ойнайтын футбол ойынына қызығып, Мадридте алғашқы ресми клуб құруды шешкен. Клубтың алғашқы атауы Мадрид футбол клубы, ол кезде Реал яғни патшалық сөзі болмаған. Клубтың алғашқы жетістігі 1905 жылы клуб Испания кубогын алғаш рет жеңіп алып, үлкен танымалдылыққа ие болды. Бұл кезеңде команда негізінен жергілікті мадридтік футболшылардан құралған болатын. Реал атауының берілуі 1920 жылы Испанияның сол кездегі королі Альфонсо клубқа патшалық қамқорлық көрсетіп, Реал аудармасы патшалық атауын береді. Осыдан кейін клубтың аты Реал Мадрид футбол клубы болып өзгереді. Сондай-ақ клуб эмблемасына тәж корольдік белгі қосылды. Азамат соғысы кезіндегі қиындықтар 1936 және 1939 жылдары болған Испания азамат соғысы кезінде клуб ауыр кезеңдерді бастан өткерді. Көптеген футболшылар майданға аттанды, клуб қаржылық дағдарысқа ұшырады. Бірақ соғыстан кейін қайта қалпына келіп, дамуын жалғастырды. Футбол империясының іргетасы 1953 жылы Альфредо ди Стефано келіп, клубтың жаңа дәуірі басталды. Реал Мадрид 1955 жылы құрылған Еуропа чемпиондар кубогының алғашқы 5 маусымында қатарынан жеңіске жетті. Бұл кезең клубты әлемдегі ең мықты командалардың бірі ретінде танытты және әлем бойынша көптеген жанкүйерлерді өзіне ғашық етті. Клубтың стадионы Сантьяго Бернабеу 1947 жылы ашылған. Бұл әлемдегі ең әйгілі футбол ареналарының бірі саналады. Әлемдік жұлдыздар клубта Зинедин Зидан, бразилиялық Роналдо, Криштиану Роналду, Луиш Фигу, Дэвид Бекхэм, Серхио Рамос, Карим Бензема сынды әлемдік футбол жұлдыздары ойнаған. Галактикос дәуірі 2000 жылдардың басында клуб ең мықты жұлдыздарды сатып алып, Галактикос дәуірін бастады. Бұл маркетинг пен футболдың үйлесімі ретінде есте қалды. Флорентино Перес Реал Мадридтің резиденті болып сайланған соң, клубты әлемдегі ең ықпалды брендке айналдыру мақсатын қойды. Оның басты ұраны әлемдегі ең үздік футболшылар Реал Мадридте ойнауы керек. Флорентино Перес үлкен қаржылық табыстар мен спорттық жетістіктерге қол жеткізді. Футболдан тыс табыс Реал Мадрид әлемдегі ең бай футбол клубтарының бірі. Forbes рейтингтеріне жиі кіреді. Эль Класико бұл Реал Мадрид пен Барселона арасындағы ең ірі және тартысты футбол матчтарының бірі. Бұл дерби тек Испанияда ғана емес, бүкіл әлемде ерекше қызығушылықпен қабылданады. Алғашқы Эль Класико 1902 жылы 13 мамырда Испания кубогының аясында өткен. Реал Мадрид УЕФА чемпиондар лигасын 15 рет жеңіп алған. Бұл әлемдік рекорд болып табылады және Испания Ла лигасын 35 рет жеңіп алған. Сондай-ақ бірнеше мәрте Кубок дель Рей, Испания кубогы, Супер кубогы және клубтық әлем чемпионаты иегері болған. Міне достар, Реал Мадрид жайлы дайындаған қызықты мәліметтеріміз аяғына жетті. Бейнеролигіміз ұнаса лайк басып пікір қалдырып және арнамызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.